Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен піскен еттен не жасасам екен деп жүрсеңіздер, осы котлетті жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен ет тартқыштан немесе блендерден өткізілген осы етімізді өткізіп аламыз. Мінекей видеода көргендей осындай ұсақ болып шығады. Үстіне бір дана пияз бен сәбізді блендерден өткізіп салдым. Сәбіз міндетті емес, бір дана пияз қоссаңыздар да болады. Үстіне бұрыш қосып жібереміз дәмін келтіру үшін. Бұрыш сәл еттің дәмін өзгертетін болады. Оның үстіне бір дана жұмыртқамызды қосып, котлеттер бір-бірінен ажырап кетпес үшін осылай арасына ерітілген нанды салдым. Сіздерге бұл нанды емес, ұнды салуға кеңес беремін. Суға ерітілген нан өзінің формасын қатты ұстай қоймайды екен, сол себепті ұнды ғана салуды кеңес етемін. Мен бұл нанды эксперимент ретінде салып көрген болатынмын. Сіздерге ұнды салуға кеңес етемін. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Қалауларыңызша кез келген осындай формаға келтіреміз. Котлеттерді осылай бір-біріне бірігіп жабыстырып істегілеріңіз келсе, онда ұн саласыздар. Немесе котлетті табаға бірден құйып, сұйық қылып істегілеріңіз келсе, ішіне бір жарты стакандай су құйып жіберсеңіздер, сонда кішкене сұйықтау болады. Сосын қызып тұрған майымыздың үстіне бірден құйып жібере берсеңіздер болады. Мен осындай панировочный сухарикидің үстіне аунаттым. Бұл міндетті емес, сіздер бірден осы салып пісіре берулеріңізге болады. Панировочный сухарикиді кез келген дүкенде сатады, содан алсаңыздар болады. Немесе үйде қалып қойған нан болса, соны духовкаға кептіріп алып, микровка немесе блендердің көмегімен өткізіп алсаңыздар, сіздер де үй жағдайында жасай аласыздар. Мінекей біздің котлеттеріміз дайын болды. Енді қызып тұрған майдың үстіне кезекпен кезек пісіріп алатын боламыз. Барлығы піскен заттар шикі болады деп ойламаңыздар. Осылай екі жағын қызартып алып, бірден алатын боламыз. Котлеттерді панировочный сухарикидің үстіне аунатып алғандықтан біздің котлеттеріміз кішкене беткі жақтары күйіңкіреп тұрады. Сіздер бірден сухарикиға айналдырмай, аунатпай, бірден пісіре берсеңіздер болады. Мінекей біздің котлеттеріміз дайын болды. Дәмі ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.